Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге диеталық қимақтың рецебімен бөлісетін боламын. Оған керекті заттар: жүгері ұны разрах литр, сары май, кефир, мед, 2 жұмыртқа. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып ыдысқа саламыз. Жұмыртқаның үстіне мед салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ыстық буды сары майды ерітіп аламыз. Содан соң ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырамыз. Еріген сары майымызды тестіға саламыз. Сары май салғаннан кейін тағы да араластырып аламыз. Содан соң қопсытқыш араласқан ұнымызды қоспамызға саламыз. Ең соңында кефир салып, құйып, жақсылап араластырамыз. Табамызды отқа қойып, қыздырылғаннан кейін үстіне сары май жағып, қимағымызды құямыз. Міне біздің диеталық қимағымыз дайын. Барлықтарыңызға көп рахмет.